Бопай ханым. Тарихи әңгіме. Кешкі шай. Жанияның жасы 11-де. Ол 4-ші сынып оқушысы. Бүгін тәрбие сағатында мұғалімі 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне байланысты қазақ тарихындағы әйгілі әйелдер жайында әңгіме айтып берді. Жания тәрбие сағатынан ерекше шабыттанып шықты. Сабақ аяқталғанда оны алып кетуге әпкесі Мерей келген екен. «Я, Жания, бүгін сабақта қандай қызық нәрсе оқыдыңдар?» деп сұрады әпкесі. Тәрбие сағатында апай мынаны айтты. Бұрын тек ерлер ғана емес, әйелдер де ел басқарып батыр болған екен. Томирис, Зарина, Домалағана деген сияқты мықты әйелдер болыпты тарихта, деді Жания тамсана. Ал Бопай ханым туралы білесің бе? Бопай? Я, кезінде сондай дана әйел болған. Ол кісі не істеген? Оны қазір үйге жеткен соң анамыз жақсылап айтып береді, деді Мерей әпкесі Жанияның қолынан жетектеп келе жатып. Үйге кіре сала Жания сөмкесін тез-тез орнына апарып анасын іздей бастады. «Анашым, қайдасыз?» деп үйді басына көтерді. Ас үйде шай ішіп отырған анасы: «Жарығым-ау, мен мұндамын», деді ас үйден. Жания ас үйге жүгіріп кіріп: «Анашым, сіз тарихшысыз ғой, маған Бопай ханым жайында айтып беріңізші», деді тағатсыздана. Мерей де ас үйге кіріп келіп, сабақта қазақтың батыр, дана әйелдер туралы оқыпты. Содан бала кезімізде Бопай ханым жайында әңгімелер айтып беретініңіз есіме түсті. Соны Жанияға өзіңіз айтып берсін дегенім ғой, деді. «Анашым, мен Бопай ханым деген есімді бірінші рет естіп тұрмын», деді Жания елеңдеп. Шырағым, үйге асығып кіргенің осы екен ғой. Қаласаңдар айтып берейін», деді анасы жүзі жарқырап. «Ана, бірінші Бопай деген кім екенін айтып беріңізші. Ол Әбілқайыр ханның зайыбы болған рас па?» деді Жания тағат таппай. «Рас, шырағым. Оны Әбілқайыр хан еркелетіп Бәтима деп атаған». «Жания, Бопай тіпті 3 бірдей ханның анасы болған», деді әпкесі. Анасының әңгімелері есіне түсіп. «Неткен мықты әйел болған?» деді Жания таң қалған үстіне таң қалып. «Жә, қыздарым, Бопай кіші жүздің беделді ақсақалының жалғыз қызы. Оған кішкентайынан әкесі бар білгенін үйретіп, парасатты қыз тәрбиелеуге тырысқан. Халық арасында да Бопай десе бәрі жақсы сөз айтқан екен. Оны өзіне жар қылып алғысы келетін бай сұлтандар көп еді. Бірақ Әбілқайыр мен Бопайдың некесін Жәбірейіл көкте өзі қиған деседі. Сендерге екеуінің қалай танысқанын айтып берейін». Әбілқайырмен кездесу. Бір күні кіші жүздің әйгілі батыры Жәнібек қасына Әбілқайыр сұлтанды ертіп сапардан қайтып бара жатады. Жол ұзаққа созылып, кеш батқанда бір ауылға түседі. Айналасына беделді, аса бай, ақсүйектің ауылы екен. Батырларды ауыл иесі құдайы қонақ деп барын алдына салып күтіп алады. Сол арада Әбілқайыр байдың үйінен айдай сұлу қызды көреді. Жамал жүзіне бір көргеннен қайран қалып тамсанады. Ол байдың жалғыз қызы Бопай еді. Байдың қызымын деп паңданып, тәкаппарлықтың тұзағына түспеген парасатты қыз екені бір көргеннен аңғарады. Тынығып алған соң Жәнібек батыр жолға дайындалады. Үй иесінің батасын алып, киіз үйден шығады. Атты ерттеп жатып, Әбілқайыр терең ойға батып кетеді. Бүгін жолға шығып кете барса, Бопай сұлуды енді көрмейтінін біліп ақ тұр. Не болса да бұл мүмкіндіктен айырылғысы келмей, Жәнібек батырға шынын айтады. «Жәнеке, осы жолға дейін сізбен сапарлас, жолдас болу мен үшін үлкен мәртебе.
Білмегенімді үйретіп, білгенімді пайдаға асыруға көмектестің. Енді осы жерден екі айырылуға тура келеді, деді Әбілқайыр сұлтан Жәнібек батырға құрмет көрсетіп. О не дегенің? Екіге айырылып, қайда бармақ ойың бар? Ажарына ай сәулесі қонған, көркіне күн шуағы толған қызды көрдім. Осында қалып, қайтсем де бопай сұлуды әйел қылам, деді төре жігіт төтесінен. Жазған-ай, сұлуларды көрмей жүрмедің, одан да жолға дайындал, деді ызаланып. Әбілқайырдың әр сұлуға көзі түсетін мінезі жоқ еді. Жәнібек сұлтан оның бұл қылығына қайран қалды. Ердің екі сөйлегені өлгені. Біраз ойланып осындай байламға келдім. Мені райымнан қайтара алмассыз. Одан да ағалығыңды көрсетіп, маған тілекші бол, деді Әбілқайыр сұлтан. Жәнібек батыр Әбілқайырдың қайтпас қайсар мінезін білетін. Оны көндіргеннен пайда болмайтынын түсініп, өзі жолға шығып кетті. Сонда Әбілқайыр сұлтан бопай сұлу үшін жолдан қалып қойды ма, деп таңдана сұрады Жәния. Дәл солай шырағым, енді оның бар ойы бопай сұлумен тілдесу. Сөйтіп, Әбілқайыр сұлтан ауылда қалды. Сұлтан екенін жасырып, ақсақалдың үйіне қойшы болып жалданады. Қойшы жігіт ауыл жұртының назарынан тыс қалмайды. Сөз сөйлесе болды, ар жағынан ақ ниетімен пейілі көрінетін. Аз уақыт ішінде ел арасында құрметке ие болады. Сұлтан бола тұра, бопай сұлу үшін қойшы болғаны тапқырлық екен, деп күлімдеді Жәния. Анасы мен әпкесі Жанияның сөзіне жымиды да әңгімесін жалғастырды. Сөйтіп, Әбілқайыр бопай сұлумен бір тілдесіп қалудың ретін іздейді. Күндер мен айлар өтіп, ақыры бопай сұлудың көңілін табады. Оған бар сырын ақтарып, шыққан тегін Шыңғыс ханның ұрпағы екенін айтады. Бопай сұлу да Әбілқайырдың тегін жігіт емес екенін бірден аңғарған. Оның ақылы мен өжеттігі кемерінен асып тұрғанын байқап, бағымның киесі бол, шаңырағымның иесі бол, деп оң жауап қатады. Мерей мен Жәния анасының әңгімесін мұқият тыңдап отырды. Ақсақалдың қойған талабы. Бопайдың келісімінен соң Әбілқайыр әкесінің алдынан өтіп рұқсат сұрайды. Уа ақсақал, жұртыңды абырой адалдықпен басқарып отыр екенсің. Халқың сенің әділдігіңе дән риза. Мен де әділет іздеп алдыңа келдім. Күннен көркем қызыңның көкірегін ақыл мен парасатқа толтырып тәрбиелеген екенсің. Бір көргеннен ес-түссіз ғашық болып, қызыңның қолын сұрай келдім, деп нық сөйледі Әбілқайыр. Әй, малшы, жолыңды біл. Сүлейменнің қазынасындай қорып отырған қызымды саған беріп қоймаспын, деді бопайдың әкесі ызаланып. Малшы жігітіңіз киелі Түркістанның тумасы, Шыңғыс ханның 18-ші ұрпағымын. Текті жерден шыққан сұлтан боламын, дейді Әбілқайыр өзін таныстырып. Бірақ әкесі жалғыз қызын сұлтан болса да кедей жігітке бергісі келмеді. Оның үстіне бопай сұлудың қолын сұрап келетін небір байлар көп еді. Бір байдың ұлына беремін деген уәдесі де болғанға ұқсайды. Бірақ қызы қиылып тұрған соң, оның да көңілін қайтарғысы келмей, жалғыз атты кедей жігіт бұл шартымды орындай алмас деген оймен, сұлтанмын десең, қызымның қалың малына ала аяқты 90 күрең ат және 60 ақ сұрат әкелесін. Әйтпесе қызымды бермеймін, деп шарт қояды. Мәссаған, оның ондай байлығы бар ма? Деп Жәния алаңдап қалды. Әбілқайыр не деді? Не десін? Бір айдың ішінде айтқаныңызды әкелемін, деп шартына көнді. Ғашықтық дертіне шалдыққан сұлтан жолға қамданды. Әлгі айтқан қалың малды жинау үшін ағайын туғандарына, жора жолдастарына барады.
қанша тырысса да ешкім бұл шарттағы малды тауып бере алмайды. Енді қайтерін білмей сұлтанның тауы шағылады. Сол заманда болсам, ауылдағы малдың бәрін жинап берер едім, деп Жания қиялға берілді. Ойымдама, сол заманда да сен сияқты ойлайтын адам болды сірә, деді Мерей күліп. Шын ба, кім екен? Деп Жания анасына қарады. Әбілқайырдың күйі Жәнібек батырға да жетеді. Қу кедейлік қол байлау болып отырған жас төрені қолдағысы келіп, Жәнібек батыр өз қорасынан 150 айғырды санап береді. Әбілқайырды қу жетім демесін деп, өзі бірге Бопай сұлудың ауылына еріп барады. Әкесінің алдынан өтіп, қазақы дәстүр бойынша құда түседі. Нағыз батыр екен деп Жания риза болып қалды. Сөйтіп Әбілқайырдың қайсар мінезіне Бопайдың әкесі разы болып батасын береді. Теңіңді тауып өз жұртыңа жөнелгенде, берген тәрбием мен абыройым бір өзіңе аманат. Жиған іліміңді ел игілігіне жұмсарсың. Ағат кеткен жерімді кешірерсің. Енді жарқыным, өз жұртыңның қызметіне жара. Сен туғанда қатты қуанып, қайғы мұңнан арылып едім. Тәңірге сендей қыз берген үшін мың шүкір етсем де аз, деп көңілі босайды. Жәнібек батыр қос ғашықтың басын қосып үлкен азаматтық жасапты ғой, деп қыздары дән риза болды. Киелі шаңырақ. Бопай сұлу Әбілқайыр сұлтанға тұрмысқа шыққан күннен бастап әкесінің ақ аманатын ұмытпай, білгенін ел игілігіне жұмсайды. Сұлтан жан-жарымен әрдайым ақылдасып отырған. Оның қызба мінезін басып, ашуын ақылға жеңгізуге де септігі тиген. Сондай оқиғалардың бірін айтып берейін сендерге, деп анасы қазақтардың жоңғарлармен шайқасын есіне алды. Жоңғар шапқыншылығы қазақ халқына өте ауыр соққы болды. Халқымыз жан-жаққа ыдырап, ақтабан шұбырынды заманы орнады. Осынау қиын заманда 300-дің басы Ордабасы тауында қосылып, бірігіп, жоңғарларға қарсы шабуыл ұйымдастырды. Әбілқайыр бастаған, Бөгенбай батыр қостаған жасақ Ұлытаудың етегінде жауын айнала қоршап алып, сосын біртіндеп қыса түседі. Бұл шайқас қазақ батырларының айызын қандырды. Жылдар бойы іште жатқан ыза мен кек сыртқа шығып, әскер ерекше рухтанды. Қалмақ қырылған шайқасы Аңырақай шайқасына ұласып, түптің түбінде жоңғарлар өзі қазған орға өзі түсті. Бірақ Қалмақ қырылған шайқасынан соң Әбілқайыр хан мен басқа жүздің хандарының арасында дау туындайды. Қызба мінезі бар Әбілқайыр әскерін ертіп, кіші жүзге қайтуды шешеді. Елде не болып жатқанынан үнемі хабардар болып отыратын Бопай ханым Әбілқайырдың ашу шақырып келе жатқанын бірден түсінді. Ол елге оралғанда жанына демеу болып сабырға шақырды. Елжіреттің. Әбілқайыр отауға үнсіз кірді де Бопайдың аяғына басын қойып жата қалды. Күллі әлем одан бас кешсе де, Бопайдың жанында жаны жай табатын. Сәл үнсіздіктен кейін Бопай: құйып отау кере торсыққа дәм, аттанып кетіп едің жолшық таран. Ақ еділ өр Алтайдың арасында бір төбе қалды мекен сен шықпаған, деп сөз бастады. Сосын ханның арқасынан қағып: хан болдың Хиуаға да Башқұртыңа, табынды олардағы тас тұрқыңа, тақымың тақтан емес аттан тозды, табам деп жайлы қоныс қасқалтыңа, деп мақтауын асырды. Оның хан болып үлде мен бүлдеге оранып отырмай, ел жұрты үшін аттан түспейтінін білдірді. Қасқа ұлтың дала дидар ғаршы бітік, жұртына кетті тастап қанша ұтып, сүрінген кем жеріңді тергеп тінтіп, кетеді еңбегіңді тарс ұмытып.
деп сөзін аяқтады. Әбілқайыр хан біраз үнсіз жатты да былай деді: бәти, рас айтасың. Бұлай тәнімді өкпе ренішке билетіп отыра берсем, халқымның жайы не болмақ? Жүрегімді елжіреттің, жаныма азық бердің, деді Әбілқайыр көңілі орнына түсіп. Бопай анамыз күйеуінің көңілін қалай табу керек екенін жақсы біледі екен, деді Мерей. Я, қазіргі әйелдеріміздің Бопай анадан үйренері көп. Бопай ханым күйеуінің ғана көңілін тауып қоймай, ел аралық мәселелерге де қатысып отырған. Ол құрылтайға қатысқан алғашқы әйел. Би сұлтандар оның сөзін де, өзін де құрметтеп ақылдасып отырған. Ресеймен бірігу мәселесінде патшайыммен хат алмасып, мәмлегерлігін көрсеткен, деді анасы тарихи деректерді еске алып. Аманатқа кеткен елші. Анашым, Бопай ананың ел үшін өз балаларын Ресейге аманат еткенін айтып бермейсіз бе? Деді Мерей. Ол кездер Бопайдың дегбірі қашқан уақыт еді ғой. Кіші жүз Ресейге қосылғанда патшалықтың шарттарының бірі хан мен беделді билердің балаларын Ресейге аманат ету болған. Әбілқайыр Ресейге қосылуға қатысты құрылтай жинады. Жанына Бопайды да ертіп алды. Шарттарды билер мен сұлтандарға айтып, келісімдерін алды. Соңғы шартты айтар алдында Бопайға көз қиығын салды. Бұл оның қазіргі сөзіме дайын бол дегені еді. Екі ел келісімінің кепілі ретінде әр ауылдан бір аманат сұрайды, деді Әбілқайыр хан. Жұрт селк етті. Бопай да аң-таң. Ол да бұл шарт жайлы білмейтін еді. Аманатқа өз ішімізден балаларымызды береміз. Уа хан ием, бұл не дегеніңіз? Сонда берген баламыз өмір бақи орыстың қолында кете ме? Жоқ, аманатқа басқа балаңды бергенге дейін қолында болады. Осы сәтте Бопайдың көзі алабұртып, есеңгіреп қалғандай болды. Бұдан кейінгі әңгімелерді ол естіп жатқан жоқ. Кеше ғана елші қылып жіберген ұлы енді патшалықты аманат боп қалатынын естігенде үстінен мұздай суды құйып жібергендей болды. Сонда да Бопай сыр бермеді. Бұл аманаты қашанға дейін жалғаспақ? Екі ел арасында бір-біріне деген сенім орнағанша. Біздің берген балаларымыз орысқа айналып кетпей ме? Жоқ, тәйірі. Біздің Ералыны мұсылманша оқытып, қазақты күткендей жағдайын жасап отыр. Хан ием-ау, сіздің балаңыз елші ғой, аманат емес. Ол Петерборға елші боп барды. Енді аманат боп қалды, деді төтесінен Әбілқайыр. Бопайдың өңі қуарып кетті. Жүрегі мұздап, қолы қалтырай бастады. Аманат не, елші не, екеуі бір. Аманат ол тұтқын емес. Елшіге көрсеткен құрметті көрсетеді. Балаларының шыбын жанына бастарымен жауап береді, деді Әбілқайыр. Жұрт үнсіз қалды. Балаларын ойлап, жұрттың жүрегі ауырды. Хан ием, сіздің жаннан біздің жан артық емес. Сіз балаңызды жіберсеңіз, біздің күшіктер не тәйірі? Көндік бәріне, деді билер. Құрылтай соңына жетіп, ел-жұрт ауылдан алыстағанша, Бопай өзін сабырға шақырды. Күлімдеп, еш нәрсе болмағандай қарап тұрды. Жұрт қарасы азайғанда жүзі қуарып ішке кірді. Ана жүрегі баласының жұртқа аманат боп кеткеніне қан жылады. Әйтсе де бұған ешкімді жазғырмақ емес. Себебі елдің қамы, оның тыныштығы бәрінен биік еді. Жанияның көзіне жас келді. Мен жазғы демалыста қалаға қыдырып кеткенімде сіз күн сайын хабарласатын едіңіз ғой. Мен сені уайымдаймын ғой деп. Ал Бопай ана баласын тым жыраққа, сонша жылға қалай жіберді екен, деп жаны тебіреніп анасына қарады. Анасы Жанияның қолынан ұстап, менің қызым өсіп қалыпты ғой, деді күлімдеп. Бопайдың тапқырлығы.
Сөйтіп әңгімесін жалғастырды. Сосын араға біраз жыл салып, кіші жүз бен Ресей империясы келісім-шартты жаңартып отырды. Сондай кездердің бірінде жаңа келісім шарт жасау үшін Әбілқайыр ұзақ жолға дайындалды. Бопай да оның басы қасында жүріп, бар жағдайын жасады. Сапар алдында Бопайдың отауына келіп түнеді. Екеуі ескі күндерді еске алып, түн ұзақ сырласты. Бәти, жан барда қаза бар демекші. Олай-бұлай боп кетсем, қай баламды хан болуға лайық деп ойлайсың, деп сұрады Әбілқайыр. Өлімнің ауылы алыс емес екенін сезгендей. Хан ием, сіздің о дүниеге аттанарыңызды ойласам, шыбын жаным шырылдап кетер. Басқасын ойлауға қайдан шамам келсін, деді Бопай назданып. Басыма бақ болып қонған берекем, сенің дара ойыңның мен үшін орны бөлек екенін білесің ғой. Өлім айтпай келеді. Демімнің қашан үзілетіні бір Аллаға аян, деп Әбілқайыр сұрағының жауабын алғысы келетінін білдірді. Бұл әңгімеден қаша алмайтынын сезген Бопай, Нұралыны хан қойсаң, ат үстінен сиерсің. Ералыны хан қойсаң, мауыты шекпен киерсің. Ай шуақты хан қойсаң, жауыңа күнде тиерсің. Қожа Ахмет пен Әділді кезекпе-кезек сүйерсің, деп қысқа қайырды. Қызғаныштың арты неге апарады? Ертесіне Әбілқайыр жолға шықты. Сапарға шығады деген сөз шыққалы бері Бопайдың жаны жай таппады. Бір бәленің келе жатқанын сезіп, бар сөзі тәуба мен амандық болды. Не сезсе де тағдырға амал бар ма? Пешенеге жазылғанды көреміз деп, игілік тілеп Әбілқайырды жолға шығарып салды. Әбілқайыр өмірден озатын сәт жақындады ма, деп және бір жамандыққа өзін дайындай бастады. Я, Бопайдың жүрегінің тыным таппағаны Әбілқайырдың балалары жайлы Бопайдан кеңес сұрауы бекер емес еді. Ресейден қайтар жолда Әбілқайырға қастандық жасалды. Мәссаған, сонда оған әдейі шабуыл жасады ма біреу? Кім? Деп Жәния мен Мерей тағат таппады. Ібілісті жолдан тайдырған қызғаныш. Бұл қасиеттен ешкім опа тапқан емес. Әбілқайырды да көре алмайтын жаулары көп болған. Солардың бірі орта жүздің сұлтаны Барақ еді. Егер Әбілқайыр өмірден озса, хан тағына мен отырамын деп ойлады. Сөйтіп Ресейден келе жатқан Әбілқайырды 500 қолмен жолда күтіп, Тұтқиылдан шабуыл жасады. Әбілқайыр хан мен Барақ сұлтан. Әбілқайыр ханға Барақтың оны жолда күтіп отырғаны әуелде жеткен болатын. Тіпті жанында қалған жалғыз батыры қашып кетуді ұсынды. Бірақ айбарлы хан Әбілқайыр, Барақ иттен қашатын кім деп тұрсың мені? Өлімнен қашып құтылатын жан жоқ. Дәм тұзымыз осы сәтке дейін жеткен болса, соғысып жүріп өлген артық деп жолынан айнымайды, деп анасы сәл кідірді. Сосын, білмеймін, содан кейін тындым аспан, қара түн келіп қалды қырды басқан. Сырымбет Бекбасұлы сыры тайналып, Паң ханды айбалтамен ұрды бастан. Жабылып жалғыз қанды аңдар шалып, ырылдап болып жатыр арлан шабыт. Арыстай кеудесіне өлген ханның, Барақ жүр қайта-қайта қанжар салып, деп анасы өлеңмен қайырды. Осы кезде анасы да, қыздары да біраз уақыт үнсіз отырды. Мұндай оқиғаны есту Жәнияға ауыр соқты. Әбілқайыр ханның дәл осылай өз бауырының қолынан қаза тапқаны көңіліне батты. Сәлден кейін, біз осылай Әбілқайыр ханнан айырылған екенбіз ғой, деп күрсінді Жәния. Я, қатыгез тарих ешкімді аямайды, деді анасы. Бопай ханым мұндай хабарды естігенде қайтты екен. Осы жағдайдан соң Бопайдың Неплюевке жазған хатынан үзінді келтірейін. Біздің қайғымызды тоқтататын ешбір дәрі жоқ. Лаулаған өртті су сөндірер. Ал менің жүрегімнің жалыны
судың өзін өртеп жіберердей деген екен. Бопайды оятқан түс. Әрине бұл жағдай Бопай ханымға оңай тимеді. Бағының киесі жүрегінің иесінен айырылып, жаны жараланды. Күйеуін жоқтап, қара жамылды. Енді қайтпек? Әбілқайырсыз не істемек? Ол болмаса бұл өмірдің қызығынан не пайда? Бопай осындай ойлармен күресіп, апталап ордасынан шықпады. Еш нәр татпай құр сүлдері қалды. Жанына батқан ызғарлы салқын бір түнде Бопай ханым түс көреді. Түсінде ен далада жол таппай жан айқайы шығып жүгіріп жүрген өзін көреді. Қай жаққа қараса да шексіз, шетсіз бір тұңғиық. Бойын үрей мен қорқыныш билеп алған. Қайтерін білмей езіліп жылап отыр. Бір уақытта алыстан жарыққа шық деген әлсіз дауыс естілді. Бопай ол дауысқа мән бермеді. Уақыт өткен сайын дауыс қаттырақ шығып жатты. Тағдырына көнгісі келмей жол іздеудің орнына айналасына айқай салып отыра берген екен. Сосын тура жүрегінің тұсынан Бопай деген айбарлы дауыс естілді. Бопай тоқтап қалды. Әбілқайыр деп сыбырлады. Жарыққа шық, бәти, құрылтайды шақыр, бәти, деді ол. Жоқ, Әбілқайыр, мені қайда тастадың, деп езілді. Бопай деген дауыс шықты бірде. Аш қасқырлар ұлтыңды талап, кетсін демесең, есіңді жи, деген Әбілқайырдың ашулы дауысы шықты да, сәлден соң кеңістіктен жоғалды. Осы түсінен соң Бопай намаз оқып, Тәңірден медет сұрайды. Дереу есін жиып жоспар құрады. Оның ниеті ұлы Нұралы сұлтанды хан сайлау. Ол әке жолын жалғастырып, Әбілқайырдың орындалмай кеткен арманын орындайды деп сенді. Сосын ұлын шақырып ой бөлісті. Нұралы сұлтан анасының бұл ойы құптамады. Ханым, ханның кегі, әкемді өлтірген барақтан бірінші кегімізді алмай, бұл мәселені қозғағаныңыз қай сасқаныңыз деп Нұралы сұлтанды ашу қысты. Балам-ау, қозғама, жарамның аузын тырнама, деп Бопай ханым отыра қалды. Анашым, деп Нұралы Бопай ханымды құшақтады. Бәрін біліп отырмын, балам. Онсыз да халқымыз жан жаққа бытырап жатыр. Әкеңнің аңсағаны кек емес, ұлтымыздың тыныштығы. Егер барақтан қазір кек аламыз десек, орта жүз қарап қалмайды. Халықтың тыныштығын бұзбайық, балам. Ең алдымен тақты сақтап қалуымыз керек. Қолымызда билік болса, уақыты келгенде кегімізді де аламыз, деп Бопай ағынан жарылды. Бопай ханым шынымен өте парасатты әйел екен, деп Мерей көзіне жас алды. Анасы әңгімесін жалғастырды. Кек пе елдің қамыма. Бопай 300-дің хандары мен билерін шақырып, саяси ахуал ушығып кетпей тұрғанда жағдайды өз тізгініне алды. Ағалар, бауырларым, қарақтарым, жанымның ауырғанын қанатқаным. Атамыз нұрдан өнген ел едік қой. Шынымен қалармысың қарап бәрің, деп сөз бастайды. Хандар мен билер де Бопайдың қайғысына ортақтасып көңіл айтты. Кеңесте барақтан кек алу мәселесін бірінші кіші жүз билері көтерді. Барақтың жақтастарына бұл әңгіме ұнамады. Мұрындарын шүйіріп, оны ақтап әлек. Бопай билердің таласын үнсіз бақылап отырды да, ағалар, деп сөз бастады. Бүгінгі кеңестің Әбілқайыр ханның кегін дауласпақ үшін шақырғаным жоқ. Кіші жүздің халқы билеушісіз жетім қалды. Енді тақ ағадан ініге емес, әкеден балаға көшеді. Бұл Ресей патшалығының ұсынысы, деді Бопай ханым. Билердің ойы екіге бөлінді. Бірі хандық жол Батыр сұлтандікі десе, кейбіреуі Барақ сұлтандікі деп жатты. Барақ, деп ашу қысты Бопайды. Барақ таққа таласқысы келсе, бүгінгі кеңеске келер еді. Біз оған да шақырту жібердік. Күнәсін біліп келмей отырған өзі, деді. Ата жолын жалғастыру Нұралы сұлтанның міндеті.
Әке арманын орындап, Әбілқайырдың саясатын жалғастырсын, деді Бопайдың жақтастары. Кейбір билер жөн айтады деп келісіп отырды. Барақтың жақтастарында үн жоқ. Соңында ақылдаса келе, барлығы Бопай ханымның сөзіне құлақ асты. Нұралы Әбілқайырұлы хан сайланды. Бопай ханының осындай сәтте де халық қамын ойлағаны таң қалдырды. Балаларын Ресейге аманатқа да жіберді. Енді міне жарынан айырылса да деп Мерей ой жүгіртті. Сонда да Барақ сұлтан өз жазасын алмай ма деп Жәния қызығушылық танытты. Әрине жазасын алады, бірақ бірден емес. Арада шамамен 2 жыл өткен соң Бопай ана Әбілқайырдың өліміне қатысты бүкіл деректі жинап болады. Бұл қастандық тек қана Барақтың жоспары емес екенін түсінді. Барлық бәлені ұйымдастырып отырған Жандарал Неплюев болып шығады. Ал Барақ соның алдауына сеніп қалған жемтік екен. Абыройдың бағасы. Бопай Барақтан қалай кек алу керегін жақсылап ұйымдастырады. Ол кек үшін қолын қанға малғысы келмеді. Адам үшін өлімнен ауыр жаза оның абыройын шашу. Сөйтіп Бопай Барақты абыройынан айырмақ болады. Тәжін ал ең әуелі басындағы, кісесін кетпе ұмытып қасындағы, асасын 5 қаруын түгел сыпыр, мөрін ал саусағының тасындағы, деп жақын інісі Шотанға бұйырады. Көз жасым өртер оның от боп көрін, үркітер кеудесінен көк кептерін, кісесін беліндегі шешіп алу, беліңді сындырғаным деп кеткенің. Бәрі бір, сатқының не, жендетің не, бәрі де түптің түбі елге түрме. Айырылсаң асаң менен 5 қарудан, ешкімге бола алмайсың, ерде, тірде, деп әрекетінің мәнін түсіндіреді. Шотан батыр Бопайдың сөзінен соң бірден жоспар құруға кіріседі. Сөйтіп Барақтың тығылып жатқан отауына барып, күзетшілеріне ділда беріп, отауға кіріп келеді. Тәжді, кісені, асаны алады. 5 қаруын жинауды да ұмытпады. Саусақтан бұрап тұрып мөрді де алды. Сонда ғана Барақ бұл сырды түсінді. Ақ ұрып Бопайдың кегінің сәті келгенін ұқты. Масқара боп абыройынан айырылған Барақ сол түні ақ у ішіп өлген екен, деп анасы әңгімесін аяқтады. Бопай ана тіпті осындай жағдайда даналығынан айырылмағанын қарашы, деп қыздары қайран қалды. Анашым, біз ұмыт қалдырған аналарымыз жайында осындай керемет әңгімелер айтып бергеніңізге көп рахмет, деп Жәния көз жасын сүртті. Ертең мектепке балалардың бәріне Бопай ананың қандай дана тұлға болғаны жайында айтып беремін. Жарығым, деп басынан сипады. Бопай ананың асқақ арманы бүгінде орындалғанын білесіңдер ғой. Ол кезеңде 300-дің басы қосылған тәуелсіз заман арман еді. Қаншама хандарымыз бен батырларымыз қасық қаны қалғанша бірлігімізді сақтап қалу үшін жанын аямады. Сондықтан еркіндігіміздің қадірін біліп, бірлігімізді жоғалтпауымыз керек, деп анасы сөзін аяқтады. Анашым, мен енді Бопай анамыз сияқты ақылды да парасатты ханым болғым келеді. Өскенде еліміз үшін қолымнан келгеннің бәрін істейтін боламын, деді Мерей қолын жүрегіне қойып. Әмин, арманыңа жет қызым, деді анасы алақанымен бетін сипап. Енді орныңнан тұрып, киіміңді ауыстыр. Әйтпесе мектепке арналған киіміңді кір қыларсың, деді орнынан тұрып жатып.